Әскерден әлеуметке ойсайық. Цифрландыру ісі елдегі денсаулық сақтау саласына да қарыштап ене бастады. Биылғы жыл отандық медицина үшін табысты болды деп айтуға тұрарлық. Енді жаңа жылдан бастап азаматтардың денсаулық паспорты электронды форматта болады. Ол дегеніміз барлық медициналық дерек бір жерге жинақталады деген сөз. Қазір елде денсаулық цифрлық экожүйесі құрылып жатыр. Сондай-ақ бұдан былай жасанды интеллект, онкологиялық және жүрек қан тамырлары ауруларының ерте белгілерін анықтауға көмектеспек. Қазірдің өзінде компьютерлік томография мен маммографияны оқитын нейрожелі белсенді енгізіліп, аурулардың алдын алуға мол мүмкіндік беріп отыр. Соның арқасында биыл инсульттен болатын өлім жетім 7% азайыпты. Ал жыл басынан бері 2,7 миллион медициналық қызмет онлайн түрде жүргізіліп, емханалардағы жүктемені азайтуға сеп болған екен. Енді дәрі-дәрмектің бағасы 30%-ке дейін арзандайды. Кадрлық әлеует артып келеді. Қысқасы, отандық медицинада өзгеріс көп. Тақырыпқа Құралай Жұмахан шолу жасайды. Қазақстандық дәрігер тұңғыш рет Париж төрінде тікелей эфирде миға күрделі ота жасады. Мұны биылғы жылдың басты жаңалығы десек болады. Себебі бұрын соңды мұндай ота лайв форматта өтпеген. Ол процесті әлемнің үздік дәрігерлері тікелей эфирде бақылады. Дүние жүзін өзіне қаратқан ақ қалатты Абзалжан Мыңжылқы Бердіғожаев 20 жылдан аса нейрохирургия саласында еңбек етіп келеді. Қаншалықты терең болса, соншалықты ұстамды азамат бүгінде 10 мыңға жуық күрделі ота жасап, талайлардың жанына араша боп отыр. Париждағы өткен линк конференциясына 2 операция көрсеткен болатынбыз. Ол 2 операция күрделі науқастарға жасалды. Бір науқаста бас миында аневризмасы мен стеноз болды мойында. Екінші науқаста миына қан кетіп қалған артериовеналық мальформациясы және аневризмалар бар науқас болды. 2 операцияда сәтті өтті. Бұл операциялар бізде күнделікті тәжірибеміздегі жасалып жүрген операциялар, сондықтан ешқандай да бір күрделі қиындықтарды көрген жоқпыз. Мыңжылқы Бердіғожаев, менің ойымша, ол осы медицинаның демашы 8 мың операция жасаған. 8 мың. Оның 95%, 99% бәрі жақсы. Бұдан 2 жыл бұрын инсульт болып ауырып қалғам. Инсульт болып ауырғаннан кейін ойладым енді. Менің шаруам бітті ғой. Құдайға шүкір, бірақ сол кісінің қолына түстім. Операция 4 сағаттан аса операция жасады. Компьютерден айтып отырдым, мынау былай істеп жатыр, мынаны былай істеп жатыр. Қазір медицинамыз дайындалып, дамып жатыр ғой негізінде. Америкадан келіп жатыр адамдар, генный инженерия деп. Әрине ол бірінші мына мемлекетіміздің арқасында. Бұрын соңды күрделі ота жасату үшін шекарасып мол қаражат жұмсасақ, бүгінде ел азаматтарының бөлек шетелдіктер де қазақстандық мамандарға жүгінеді. Мәселен, жүрек ауруына ем іздеп, елімізге жыл сайын 45 мемлекеттен шамамен 10 мың адам арнайы келеді. Сондай-ақ бүгінде Қарағандыдағы Мақажанов атындағы көп салалы ауруханада робот жұмыс істеп жатыр. Салаға рентген, КТ және маммографияны оқитын нейрожелі белсенді енгізіліп, бүгінде жүрек қан тамырлары мен қатерлі ісікті ерте анықтауға мүмкіндік беріп отыр. Сонымен қатар елімізде денсаулық цифрлық жүйесі құрылып жатыр. 2026 жылға қарай азаматтардың денсаулық паспорты электронды форматқа ауыстырылады. Емханалардағы Face ID жүйесі, бұл жүйені енгізу арқылы біздерде медициналық көмекті асыра пайдалануды реттеуге көмек берді. Және 70-тен аса медицина келген кісілерді Face ID механизмі арқылы сәйкестендіріп, медициналық көмектердің артық асыра пайдалануын шектеуге мүмкіндік берді. Бұл өз кезегінде 10 миллиардтан астам теңгені үнемдеуге мүмкіндік берді. Биылғы жылдың 17 наурызында ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы өз жұмысын бастап, алғашқы науқасты қабылдады. Орталық 250 төсек орны бар заманауи клиникалық базамен жабдықталған. 2025 жылы орталықтың базасындағы медавиация мен Қазақстанның ауруханаларына Германия, Оңтүстік Корея, Вьетнам, Түркия, Египет және Қырғызстан елдеріне науқастар жеткізілді. Ал биылғы жылдың 5 мамырында ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығында жүрек ырғақ орталығы ашылды. Бұл жерде биыл ТМД елдері бойынша тұңғыш рет жүрекке сымсыз 2 камералы стимулятор қойылды. Өткен ғасырдың 80 жылдарынан бері қойылып келе жатқан қалыпты аппараттан сымсыз құрылғының ерекшелігі бар. Бұл стимулятор жүректің 2 камерасына орнатылып, бір-бірімен байланыста болып, жүрекке синхронды түрде ритм беріп тұрады. Ол үлкен инновациялық технология. Былайша айтқанда революционный деуге болады. Өйткені
оның маңызы өте зор. Менің білуімше, бұл біздің болашағымыз осындай болады. Аппарат кішірейді, сымдары болмайды. Значит, сым болмағандықтан, аппараттың несі болмағандықтан ложы болмайды. Бұл жүректің ішінде ғана орнатылады. Ел арасында дәрі-дәрмектің қымбат екені де айтылып жүрген еді. Енді дәрі бағасы 30%-ға дейін арзандамақ. Бұл ретте денсаулық сақтау министрлігі жаңа тетік енгізіліп жатқанын жеткізді. Соның арқасында бүгінде 36 миллиард теңге үнемделген. Десе де медицина көз ілеспес жылдамдықпен дамып жатқанымен, кей салаларда әттеген ай дейтін тұстар да жоқ емес. Соңғы кезде елдегі стоматологиялық емханалардың жағдайы елді алаңдатқаны бар. Бұл ретте біз жауапты министрлікке сұрау салдық. Стоматологиялық кабинеттер бойынша да жұмыс жүргізілуде. Қазіргі таңда бізде арнайы прокуратураның тапсырмасы бойынша 600-ден астам стоматологиялық кабинетті тексерудеміз. Көптеген бұзушылықтарды анықтап жатырмыз. Ең басты мәселе бұл енді әрине жаңағы бізде бекітілген стандарттарға сәйкес емес жұмыс істеуі, қажетті құрал жабдықтың болмауы. Бұл мәселе біз үшін де өзекті. Бұл жұмысты біз одан ары да жалғастыра береміз. Тағы бір ретке келтіруді қажет ететін өзекті мәселе міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру дейді сала мамандары. Медицинаның негізгі проблемасы ол қаржыландыру. Науқастардың барлығы үлкен соманы көтере алмағандықтан, мына ОСМС, МәМС арқылы қаржыландыру өте өмірлік сұрақ деп айтса да болады. Осы жылы біз өткен жылғымен салыстырғанда қан тамырлы шешілік операцияларды 1000 операцияға аз жасадық. Оның барлығы енді қаржының тапшылығына тіреліп қалды. Сондықтан енді көп технологияларды науқастар өз қаражатымен жасауға мәжбүр болып жатыр. Бұл ретте таяуда үкімет басшысы кеңес өткізіп, медициналық көмектің 92% автоматтандырылғанын, ол келесі жылы 100%-ке жететінін мәлімдеді. Осылайша мәмістің мәні түзелмек. Сондай-ақ биылғы жылғы маңызды жетістіктердің бірі биологиялық қауіпсіздік туралы заңның қабылдануы. Қазақстан тмд елдері ішінде осындай кешенді құжатты қабылдаған алғашқы мемлекет атанды. Бізде 19 инфекцияға бойынша елде ешқандай да жағдай, сырқаттанушылық жағдай тіркелмеді. Оба болсын, тырысқақ ауруы болсын, паратит, дифтерия дейміз. 36 жары ауру бойынша бізде керісінше жағдай біршама төмендеді. Мысалы, қызылша 9 есеге төмендеді, көкжөтел 8 есеге төмендеді, А вирусты гепатиті 2,5 есеге төмендеді. Бүгінде елімізде 83 мыңнан аса дәрігер және 191 мыңнан аса орта медицина қызметкері жұмыс істейді. Мемлекет басшысы биылғы халыққа жолдауында осынау ақ халатты абзал жандарды әлеуметтік тұрғыдан қолдау, олардың мәртебесін көтеру мемлекеттің негізгі міндетінің бір екеніне айрықша тоқталды. Сала мамандарының жалақысы да өсіп, жас мамандарға әлеуметтік көмек көрсетілуде. Құралай Жұмахан, Азамат Сәметов, Айдос Меделбеков, 7 күн.